саламатсыздар, эфирде Бастайм ток-шоуы, сіздермен бірге Ұлболсын Жұманова. Көк туды омаждаған Шиза Ирина Қайратованың шулы концерті ғаламтор желісінде үлкен жанжалға айналды. Бүгін біз қазіргі мәдениеттің жай күйі, оның жастарға берер залалы туралы сөйлесетін боламыз. Бүгін бізбен бірге студияда Қостанай облысы мәдениет басқармасының басшысы Ерлан Қалмақов және Қостанай телеарнасының тілшісі Бағдат Абдуллаұлы Тобылбаев. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бәрімізге мәлім, 25 мамыр күні Алматыдағы Балуан шолақ сарайының сахнасында танымал отандық Ирина Қайратовна тобы мен рэп орындаушы Шизаның концерті өтті. Әртістер алғаш рет көк ту бірлескен әнін ұсынған болатын, бірақ мемлекеттік туды жерге тастап, қорлағандарына барша көрермен, сонымен қатар әлеуметтік желі оқырмандары куә болып, бұл көрініс қоғам арасында үлкен резонанс тудырды. Ерлан Болатұлы, бұл оқиға жөнінде ой пікіріңіз қандай? Біріншіден, бұл жерде бір жақты қарап, бір жақты шешім беру мүмкін емес. Кез келген жағдайда сияқты екі түрлі. Мен ең алдымен бұл мәселенің құқықтық жағына емес, моральдық, рухани, адамгершілік жағына басымдық берер едім. Өйткені біз қанша дегенмен өнер адамдары, сахна адамдары, жалпы көпшілік алдында жүретін азаматтар ең алдыменен өздерінің әрбір сөзі, ісі, қылығы, қимылы, әрекеті арқылы қоғамды, әсіресе жастарды тәрбиелейтінін ұмытпау керек деп ойлаймын. Бұл үлкен жауапкершілік. Сондықтан осындай бір келеңсіз жағдайлар бірінші кезекте жаңағы адамның өзінің жеке абырой беделіне нұқсан келтірсе, екінші жағынан қоғам үшін үлкен зиянын тигізеді. Бұл ешқандай дәлелдеуді қажет етпейтін дүние деп ойлаймын. Әрине, мәселенің құқықтық жағы да бар. Осы жаққа келген кезде де біз ойласуымыз керек. Бұған дәл осы жағдай бойынша мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин, мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев, тағы басқа бірқатар қоғам қайраткерлері өздерінің пікірлерін білдіріп, әлеуметтік желіде ойларымен бөлісті. Сондықтан қайсысы болса да, менің түсінігімде ешқайсысы оларды жақтап жатқан жоқ, жаңа келеңсіз жағдайға қалған жастарды. Бірінші кезекте құқықтық баға берілу керек, екінші кезекте жаңағы қоғамдық, былайша айтқан кезде талқылау арқылы тәрбиелеу керек деген сондай пайым бар. Менің түсінігімде біздің қоғамымыз, біздің азаматтарымыз кез келген осындай бір жағдайға тек қана бір әлеуметтік желіде, болмаса ақпарат құралдарында жарқ етіп шыққан кезде ғана бір талқылауға әзірде, оны әрі қарай құқықтық деңгейге шейін талқылауға дайын емес. Адамдарымызда, жаңағы келеңсіз жағдайға қалған адамдарда, мына жақта тұрған біздің қоғамда соны талап етуге әзір дайын емес. Бұл енді біз мойындау керек бір шындық деп ойлаймын. Жақсы. Бағдат Абдуллаұлы, сіз жас ұрпақ өкілі ретінде өз пікіріңізбен бөліссеңіз, шоу-бизнестегі жастар мұндай әрекетке не үшін барады? Әлде олар осындай іс-әрекеттер арқылы халықтың назарын өздеріне аударғысы келе ме? Жалпы дәл осы оқиға ақталуға тұрарлық па? Енді ақталуға тұрарлық деп айтуға еш негіз жоқ. Бұл біріншіден, жаңа айтқандай, сахна мәдениеті бұл адамды тәрбиелейтін ең басты құрал болып есептеледі. Көгілдір экран, әлеуметтік желіден көріп жатқан дүниелердің барлығы, әрине жастардың тілімен, қазіргі жастар сленгімен айтатын болсақ, хайп деп жатамыз ғой. Яғни танымалдықты жинау мақсатында жасалатын, жаңағы айтқандай, біреуі оң көзқарас пікір тудырып, өзінің бір ерекше өнерімен тәнті қылып отырса, енді біреу жаңағындай теріс пиғылдармен, былағыт сөздерімен, жаңағындай бір болмайтын іс-әрекеттермен көзге түсіп, сол арқылы хайп жинауға тырысады. Бірақ дегенмен де қазіргі Ерлан Болатұлы жаңа жақсы атап өтті. Бұл басты жалпы біздің мәдениетімізді қалыптастыратын, оның ішіндегі болып жатқан көптеген заңнамалардың әлі де болса дұрыс қалыптаспаған, яғни толыққанды еңбегендігі. Қазір уақытта енді өнер саласын алатын болсақ, бұндай дүниелер өте көп. Жаңағы 25 мамырда болған Ирина Қайратовна мен Шизаның көк туды алып, бұл біреудің туы деген сыңайлы айтылған сөздердің барлығы әрине нұқсан келтіретін сөзсіз, әсіресе рәміздерімізге тікелей тіл тигізген. Бұның барлығы заң жүзінде жауапқа
тартылу керек екендігі де белгілі. Жоғарыда атап өттік, Дәурен Абаев та өзінің ой пікірін білдірді, мемлекеттік хатшы да айтарын айтты, бірақ дегенмен де сол жабулы қазан жабулы күйінде сол жерде қалған сыңайлы. Бізге жаңағы бір нәрсені былықтырып алып, одан кейін барып кешірім сұрау қазіргі уақытта бір былайша айтқан кезде өте бір оңай болып кетті да. Қазір істеуін істеп аламыз да, келесі күні мен байқаусыздан істеп қалып едім, мынандай жерден бір қате кетіп қалады, осы орайда кешірім сұраймыз дейміз да, сол күйінде кешіре саламыз. Бұл жаңағы айтқандай қазақилыққа салудың да тағы да бір тұрғысы да. Егер де бұндай дүние әрі қарай жалғаса беретін болса, жаңағы бұл концерттен кейін де талай әлеуметтік желілерді жарып жатқан, жаңа Ақтөбеде қала күніне болып жатқан концерттердегі қазіргі жастардың арасында танымал болып жатқан әншілердің боғауыз сөздерді айтып, сахнаға киімсіз шығып кетіп, қыздарға тіл тигізіп жатқаны, я болмаса суды шашып жатқаны, тағысын тағы көптеген дүниелерді байқаған кезде, расымен де қазіргі жастар сәл болса да жаңа сахна мәдениетін ұмытқан сыңайлы болып көрінеді. Жалпы сахна мәдениеті дейтін бұл да бір үлкен өнер болып табылады. Қазіргі уақытта енді әлеуметтік желіні ақтарып отырып қарайтын болсақ, жаңағы соңғы болып жатқан жаңалықтарға тоқталсақ, Ирина Кайратовнаға байланысты көптеген ақын жазушылар да ой пікірін білдіріп жатыр. Дұрыс емес, бұрыс емес. Бірақ дегенмен де бұл жігіттердің өнерінде теріс шығаруға болмайды. Бұған дейін де талай халықтың бір намысын оятуға, жастардың көзқарасын осы елге дейтін оң болуына, жаңа Қазақстанда құруға, өзінің бір өнерді атсалысып, өзінің лебін қалдыруға тырысқан азаматтар қате кетті, жаңылды. Әрине кешіруге болады. Бірақ дегенмен де бұндай алдағы уақытта қайталанбас үшін заңнама түрінде қолға алыну керек деген бір толыққанды пікір бар. Менің пікірім бұл жерде жас ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде дұрыс емес. Өйткені бұндай жастарға еліктейді, әсіресе өскелең ұрпақ көріп жатыр, әндерін тыңдайды, бір ауыздан барлығы бас аяқ әндерін біледі. Бірақ жаңада сахнаға шығып алып, ішімдіктің кесірінен, я болмаса басқа бір дүниелерді қолданған кесірінен көк туды алып, мынау біреудің туы деп болған тіл тигізіп, сахнада бір өрескел болмайтын бір қылық көрсету, бұл әрине өте қате және заң жүзінде толыққанды жауапқа тартылу керек деп есептеймін. Ерлан Болатұлы, сіздің пікіріңіз біліне ме? Осы жаңа айтып жатырмыз, қоғамда әзірге дайын емес сияқты, әрі қарай бұл мәселелерді жеткізіп, толыққанды шешу үшін. Сонда азамат ретінде жаңа көрген сол жердегі болған көптеген концертке қатысып жатқан таныстарымыз да болды, әлеуметтік желідегі өзінің пікірін білдіріп жатқан жастар да айтып жатыр да, өте артық кетіп қалды, су шашты, боғауыз сөздер араласты деген сияқты. Сіз жаңа айтып өттіңіз, Дәурен Абаев пікірі туралы тек қарастырып жатырмыз деп жауап қайырды. Ал сіздің ойыңыз қандай? Бұл үшін қандай жаза қолдануы керек? Бұл жерде бірінші кезекте жаңа мен қоғамды дайын емес деді, біздің заңнамамызда әлі жетілдірілмеген, шын айтқан кезде солқылдақ. Мәдениет туралы заңға өткен жылдары өзгеріс енгізген кезде осы шығармашылық ұжымдар мен солистердің жауапкершілігі туралы бір тармақ бар, одан кейін жаңа фонограммаға қатысты екі тармақ бар, екі тармақ. Ал оның ары қарайғы іске асырылуы, яғни жазаға байланысты дүние, ол әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексте қарастырылған. Оның жазасы бірінші жолы ескерту, бір жылдың ішінде қайталанса, айыппұл төлеумен шектеледі. Бұл қаншалықты жаңағы сәйкес келетін жаза және қаншалықты орындалып жатқан, ол енді былайша айтқанда құқық қорғау органдарының және сәйкес жаңағы уәкілетті органның тікелей құзырындағы шаруа, қаншалықты іске асырылуы. Бұл жерде жаңа қазақилық деген әңгіме шықты. Қазақилықтан бұрынғы біздің бір кеңдігіміз жатқан сияқты. Кезінде Төреғалиға қатысты да жағдай болды, басқа да орындаушыларға. Мына осы жағдайдың өзінде де байқап қарасаңыздар, әлеуметтік желіде жаңа пікір білдірушілер екі армияға бөлініп кетеді. Біреу айтады, бұлар осы уақытқа шейін қаншама жаңағы елдің мерейін өсірді, қаншама жұмыс жасады, қаншама керемет әндер шығарды, елдің абырой намысын көтерді. Осындай бір кішкентай ғана қателік үшін біз неге оны кешіре салмаймыз деген сияқты айтады. Екіншісі айтады, жоқ, бұлар жазаға тартылу керек. Біз түсініп алатын бір нәрсе, біздің қоғамымызда қазіргі Конституциямызда кеше өзгерістер еніп жатыр, жаңа әділетті Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Бұл жердегі бір бәрімізге түсініп алатын нәрсе, заң алдында біз бәріміз бірдейміз, бірдей болуға тиіспіз. Осыдан артық ешқандай тұжырым қалыптаспау керек. Жаңағы заңға сәйкес құқық бұзушылық бар ма, сәйкес материалдар бар ма, ол тіркелу керек те, заң жүзінде жауапқа тартылу керек. Бітті, басқа ешқандай. Заң бойынша, облыс бойынша жаза қолдану фактілері кездесті ме?
Біздің Қостанай облысында бойынша айтайын, біздің Қостанай облысында ондай фактілер кездескен жоқ. Басқа облыстарға қазір жауап бере алмаймын, өйткені менде ондай қолымда ақпарат жоқ. Бірінші кезекте енді шүкіршілік айтайық, біздің облыстың өзіміздің ұжымдарымыз, орындаушыларымыз шама шарқынша тәртіпті, өздерінің сахна мәдениетін ұстанып жүрген азаматтар деп сенгіміз келеді, және бәлендей өрескел қылықтар көре қойған жоқпыз. Дәл орын алып жатса, әрине міндетті түрде оған құқықтық баға берілуі тиіс деп есептеймін. Алдында сенатор Нұртөре Жүсіп Ирина Қайратовна мен Шизаның сахнадан 5 жылға аластатуды ұсынды. Құр кешірімен құтылу, жауапкершіліктен жалтару деген сөз деді. Бағдат Абдоллаұлы, сіздің ойыңызша бұл әрекетке осындай жаза қолдану қаншалықты орынды? Енді азамат ретінде мен бұл жазаны қаншалықты орынды я болмаса орынсыз екенін нақты айта алмаймын, бірақ дегенде 5 жылға шеттетудің өзі бұл тым аса бір сілтеп айтылған дүние сияқты. Сол жерде бір ашудың я болмаса бір намысшылдық сезім оянып, сол жерде көктемімізді қорлады деген оймен сондай пікір айтылуы мүмкін. Тіпті спортты алатын болса, допингпен ұсталған спортшылардың өзі көп дегенде 2 жылға ғана шеттетіледі. Бұл сол себептен заңнама тұрғысынан толыққанды қаралу керек. Жаңа жоғарыда атап өттік қой. Бұның барлығы өзінің шектеуі, белгілі бір мөлшері болу керек. Жаңа айтып жатырмыз, сахна төріне шыққаннан кейін сен өнерпаз екеніңді ұмытпау керексің. Халық саған бола келіп отыр, сол жерге билеттерін тіпті ақылы алатын да азаматтар бар. Яғни сенің өнеріңді көруге келген азаматтарға сен бейжай қарамау керексің. Осы бейжайлықтан қалай құтыламыз? Жаңа айттық қой, қазақилыққа салынамыз, кеңдікке, я болмаса кешіре салайық деген сияқты да. Қатемді кешіріңдер деп одан кейін өлең шығаратындар да табылып жатты. Шизаның өзі де қателестім бір жола деп өзінің бір рэп жолдарында көрерменге ұсынды. Бірақ дегенмен де халық жаңағы айтқандай екіге бөлінді, ой да солай қалыптасты. Енді бұл жерде әр адам өзіне керегін таңдап алады. Яғни жанына жақын дүниесін таңдап алуға ықтимал. Біреу жаңа бұған дейін осы азаматтардың өнерімен таныс болып, бұған дейін бұндай қателік жасамаған еді, бір жолға мен кешірем десе, енді біреулер мүлдем бұның өнерінен алыс болып, жаңағындай өзінің ой пікірін айтып 5 жылға алыстату керек, бұларды енді жолатпау керек дейді. Сол себептен де енді әр адамның өзі керегіне өзі таңдап алады. Кім қандай ақпарат оқығысы келеді, әлеуметтік желі ашық, кімге не ұнайды, сол соны қарайды, сол соны тыңдайды. Сол себептен бұл жерден де бір жаңағы айтқандай таңдау өз еркіңде. Егер де таңдауды сен өзің қалай жасағың келсе, қолдаймын десең қолдайсың, даттаймын десең де ол да өз еркіңде. Сол себептен біз азамат ретінде өзіміздің ой пікірімізді білдіруге мүмкіндігіміз бар, әрине. Бірақ дегенмен де жаңағы айтқандай бұндай қылықтардың барлығы ертең расымен де қазіргі уақытта әлеуметтік желіні еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қолданатын сөзсіз. Әлеуметтік желіні қарап отырып, мыналар мынандай жасайды екен, мен де сахнаға шығып мынандай бір өлең жазар, мен де мынандай істей аламын ғой деген сияқты бір ой пікірлер туындауы мүмкін. Сол себептен де біз ең басты бұл жерде сахна мәдениеті дейтін дүниені ұмытпау керек сияқтымыз. Себебі сахна киелі десіп жатамыз. Үлкен алдымыздағы аға буын өкілдері сахнаны қалай құрметтеген, қаншалықты дайындықпен шыққанды көріп бақылау болады. Ал қазіргі жастар үстіне не барды соны киіп, я болмаса ортаға атып шығып өзінің өнерін көрсетіп жатады. Бұл да әрине заман талабы деп жатады. Бірақ дегенмен де осы бір тұста сондай жұмыстар жүргізілу керек сияқты. Осы орайда Ерлан Ботыл, сізден білейін деп едім, жалпы. Бұл жерде бірден айта кететін жағдай. Жаңағы сенатор болсын, басқа да әлеуметтік желіде талқылап жатқан азаматтар болсын. Кез келген тұлға бұл жерде біз эмоцияны сылып алып тастауымыз керек. Бәріне тек қана заңның аясында құқықтық тәртіпте жаза қолданылуы тиіс. Сахнадан алыстату туралы баптар біздің қолданыстағы заңнамада қарастырылмаған. Бұл жерде жаңа айтқан екі жаза, біріншісі ескерту әкімшілік құқықтық кодексте, екіншісі айыппұл қарастырылған. Осы екеуінің қанша жаңа тәртібімен қайсысы орындалады, соны қолдануға болады. Бұл таза заң эмоцияның бәрін алып тастаған кезде қалатын дүние. Сахнадан алыстату туралы норманы қарастыру қазіргі кезде менің білуімше біздің министрліктің деңгейінде қарастырылып жатыр. Бірақ бұл былайша айтқан кезде кез келген заңнама қабылданғанға дейін, яғни президент қол қойғанға дейін қаншама кезеңнен өтеді. Бірінші қоғамдық талқылау болады, жұмыс тобы жұмыс істейді, оны парламенттің кіші палатасы мәжіліс қарайды, одан сенат қарайды деген сияқты. Сол бүкіл кезеңдерді өткенше көп жағдайларда жаңағы
мүдделі топтар, мүдделі адамдар өздерінің кейбір мүддесін қорғап қалу үшін сол заңнаманы өздеріне қарай икемдейді, елей бастайды, өздерінің ұсыныстарын енгізеді. Былайша айтқан кезде бастапқы алып шыққан ұсыныстың әр қырынан қарастырып өздерінің ұсыныстарын айтады. Сөйтіп барып заң қабылданады. Сұрақ болып еді сізде? Ерлан Балтыл, жаңа айтып жатырмыз, сахна мәдениетін қалыптастыруға жаңағындай өрескел сахнаға шығып өзінің бір керек емес ерсі-қылықтарын көрсететін азаматтардың саны артып келе жатыр да, бұл кішкене бір алаңдататын сияқты. Мені жас буын өкілі ретінде, сізді де аға буын өкілі ретінде бұндай дүниелер алаңдататынына сенімдімін. Жалпы тұрда алып қараған кезде қазір енді сахнаға айтып жатырмыз, туды алып жатыр, ішімдік ішіп жатыр, тағасын тағы көптеген бір керек емес қылықтары әлеуметтік желі арқылы кеңге таралып кетіп жатыр да. Осы төңіректе сіздер қандай қызмет атқарудасыздар? Қаншалықты өнерпаздармен жаңа үгіт-насихат жұмыстары, кездесулер жүре ма? Мынау болады, я болмаса мынау болмайды деген сияқты жас енді сахнаға шығып жүрген әншілерге бағыт-бағдар жол нұсқап тұрсыздар ма? Осы тұста қандай қызметтер, қандай жұмыстар жүргізілуде? Бұл жерде түсініп алатын бір нәрсе бар. Біздің мәдениет ұйымдарында, яғни мемлекеттік мәдениет ұйымдарында жұмыс істейтін шығармашылық ұжымдар, жеке солистер, олардың репертуарлары, олардың сахнадағы жауапкершілігі, бұл былайша айтқан кезде әкімшілік тұрғыда реттеуге болатын адамдар, және шешілетін, мәселе туындатпайтын, реттелетін дүниелер. Бізде қаншама азаматтарымыз, жастарымыз өз бетінше шығармашылықпен айналысып, өзінің былайша айтқанда конституциялық құқығын іске асырып жүр. Сондықтан бұл жерде белгілі бір реттеу туралы әңгіме қиын. Дегенмен олармен бірлесіп жұмыс жасауға, кейбір шығармашылық жұмыстарын былайша айтқанда дұрыс жолға бағыттап сілтеуге біздің аз да болса мүмкіндіктеріміз бар деп ойлаймыз. Оны шамалымыз келгенше реттейміз. Мысалға, қазір байқап жүрсеңіздер, қаламызда тек қана сахна емес, көшедегі мәдениеттің өкілдері де бар ғой, білесіздер, Арбатқа шығып алып жаңағы ән айтатын жастарымыз бар, түрлі өнердің өкілдері бар, кейбір жерлерде бір билеп жатқандары болады, гитарамен ән айтып жатады деген сияқты. Солардың өзі әрқайсысы өз бетінше жүр. Заң бойынша олар ешқандай реттелмейді, былайша айтқанда біздің заңнамада ол қарастырылмаған. Бірақ біз рет келіп жатса, өзіміздің бір былайша айтқан кезде бейресми іс-шараларымызға шақыру арқылы олардың шығармашылығына бір сүзгіден өткізіп, қарап, кейбір ақыл кеңесімізді беріп, әсіресе аға буын өкілдері, музыка саласында жүрген басқа да мамандар өздерінің ақыл кеңестерін беріп жатады, ондай мүмкіндік бар. Кейбір жастарымыз мысалға тікелей өзіме шығып хабарласқандар болды, жастар. Мәдениет басқармасының ғимаратының алдынан ән айтуға біз мүмкіндік беріп қойдық. Кешкісін өтіп бара жатсаңыздар, біздің мекеменің алдынан. Бұл өзімізге бір жақындатудың амалы деп ойлаймын. Сол арқылы олардың да бойында бір жауапкершілік пайда болса екен деген үмітіміз бар. Бүгінгі жастарда жауапкершілік бар ма? Оны енді бәріне бірдей бар, жоқ деп айтуға болмайды. Жауапкершілікті сезінбейтін жастар тек қана мәдениетті емес, басқа қаншама салада бар. Мен жаңа бағдарламаға дейін де бір әңгіменің арасында айтып қалдым. Біздің заңнама бойынша қоғамда жаңа рөлде келе жатқанда қалта телефон қолдануға рұқсат жоқ. Солай ғой. Бірақ сіз телефон қолданбайтын адам көрдіңіз бе? Күнделікті жағдайдағы көшеде кез келген, енді бәрі демей қойын, әрбір үшінші көліктің рөлінде отырған азамат міндетті түрде қолында телефон ұстап отырады, жаңа сөйлесіп келе жатады. Бұл біздің айтып отырмын ғой, біздің қоғамдағы құқықтық бұзушылыққа деген бір төзімділіктің жоқтығы. Біз соған төзе береміз, келсе береміз, көзімізді жұма береміз. Тек қана көзімізді жұмай, біз соны өзіміз жасаймыз. Жақсы, залға кезек берейік. Рахат Сейітхан. Қазіргі таңда мысалға айтқан жаңағы Ирина Қайратовна тобы осы 10 алдында осы бір шулы неге қақтығысқа алды да халықтың мәдениетін, ой-санасын өсіруге бір жақсы видео, клиптер түсіріп әрекет жасаған болатын. Енді сенген қойым, сен болсаң дейді, бұл кісілердің жасағаннан кейін енді қайтпек керек. Болашақта біздің жас ұрпаққа қалай мәдениетті қалыптастыруға болады мемлекет тарапынан и жеке азаматтық ойларыңыз. Рахмет сұрағыңызға.
жаңа айтып отырмын ғой, бұл біз қазір енді орысшадан қазір тұспалдап аударып көрейін, клиптік ойлау санасы бар қоғам болдық. Әлеуметтік желіні ашамыз, қараймыз. Біреу жаңағы Көлсайдың түбіне барып суретке түсті, не болмаса біреу көк туды жамып суретке түсті, біз соны қайталауға құмармыз. Соған жаңағы қарап ойымызды түзейміз. Сондай уақыт болып кетті. Сол сияқты жаңағы жақсы нәрсені де жаман нәрсені де біз тез үйреніп алуға, тез сол әлеуметтік желіден алуға икемделіп қалдық. Біздің қоғам соған икемделіп бара жатыр. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар деп ойлаймын. Сондықтан бұл жағдайда бір адамның тек қана осы Ирина Қайратовна болмаса Шизаға байланысты емес, кез келген адамның бүкіл жақсы жасаған қызметін, абыройлы атқарған шаруаларын бір кемшілікпен жойып тастауға, жаңа Бағдатта бір шетін айтып кетті, жойып тастауға болады ма, болмайды ма, оны әркім өзі шешеді. Ал құқықтық баға беру ол әртүрлі. Оны кешіруге болады дейтіндер де болады, кешіруге болмайды дейтіндер. Екеуімен де келісуге болады, екеуімен де келіспеуге де болады. Бұл екі жақты нәрсе. Өйткені бірыңғай қанша адам болса сонша пікір болады деп ойлаймын. Менің өз пікірім, біз қоғамымызды түзейміз, жақсы жаңа тәртіпті қоғам құрамыз десек, кез келген жағдайда эмоцияны бірыңғай алып тастап, құқықтық баға беруге дайын болуымыз керек. Тек заңнама, заң жұмыс істеген кезде ғана біз тәртіпті, әділетті, одан қалды жауапкершілігі мол, былайша айтқанда жаңағындай өрескел дүниелерге жауапсыз қарамайтын қоғамды қалыптастыра аламыз. Сіздің ойыңызға толыққанды келісуге болады. Жаңа айтып жатырмыз, енді бұндай азаматтар бұған дейін де әлеуметтік желіге әртүрлі жаңа өзінің елін сүюге, жаңа патриоттық сезімді оятуға тырысқан сериалдарында, әуендерінде халыққа ұсынуға тырысты, көңіліне шықты, толыққанды барлығы бірдей қолдап шықты, нағыз мінекей өнер азаматтары еді, мемлекетке толыққанды өзіміздің позициямызды айта алды дейтін бір көп ой естіді. Уақыт өте келе бұл ой пікір сана сезім өзгерді. Бірақ дегенмен бұл әншілердің бұрынғы осыған дейінгі болып жатқан өнерлерін бағалайтын болсақ, расымен де бұларда да бір өсім байқалады деп айтуға толық негіз бар. Көш жүре түзеледі десіп жатамыз ғой. Сол сияқты біздің жаңа айтып жатқан әңгімемізде таяқтың екі ұшы сияқты біреуінде қолдауға болады, біреуінде я болмаса жоқтауға даттауға болады. Сол себептен де бұл жерде енді әр адам өзіне керектігін таңдап алады. Бұл жерде енді өзіміздің ой пікіріміз бойынша жаңа айтып жатыр, сенген ойым сен болса деп, енді ешкімге сенбей өз-өзіңе сенетін заман қазіргі уақытта. Әлеуметтік желіде жазған сын пікірлердің артына еріп кетпей, өзің бір ойыңды қалыптастыратын уақыт келген сияқты әр адамға. Мен тағы бір кішкентай ғана ремарка қосайын. Қазіргі қалыптасқан жағдай бойынша кез келген осындай бір өрескел қылықтар болсын, жағдайлар болсын, біздің ақпараттық кеңістігімізде 3 күн, әрі кетсе 1 жеті, тіпті мықтаса 1 ай талқыланады, сосын ұмытылып кетеді. Қазіргі біздің жалпы Қазақстан жұлдыздары Америка жұлдыздарына еліктейді деп сіз келісесіз бе сонымен? Менің ойымша олар тек қана Америка емес, ол еліктейтін адам кез келген нәрсеге еліктеуі мүмкін. Америка болсын, батыс болсын, жаңа шынын айтып қарасаңыз, жаңа Q-поптың несіне, кәрістерге де қарайтындар бар, бой түзейтіндер бар. Әрқайсының өзінің жеке, былайша айтқанда, көрермені бар, жеке аудиториясы бар, сондықтан оның еліктемейтіндер де бар, өзінің сара жолын салғандар бар. Неге біз мысалға жаңағындай бір осы жағдайға байланысты тіреліп соны талқылауға құмармыз? Неге біз Димаштың жаңа әнін талқыламаймыз? Неге біз Димаштың шығармашылығына байланысты насихат жұмыстарымен айналыспаймыз деген сияқты мүмкін. Ол мүмкін мінсіз шығар Димаш, бірақ сол мінсіз екен деп отыра бермей, оны ары қарай насихаттаудың, қолдаудың бір формалары бар ғой. Егер байқап отырсаңыздар әлеуметтік желіде, бір ғана мысал айтайын, енді еліктеуге байланысты әңгіме туындайды. Димаштың қателеспесем бір 150-ге жуық мемлекетте фан клубы бар, 150-ге жуық мемлекетте. Димаш ешкімге еліктеген жоқ қой. Ол өзінің жолын салды, өзінің өнерін тапты, өзінің орнын тапты. Сол сияқты ғой. Сондықтан еліктейтін адам еліктеуден бұрын
бұл жерде бір трендтер бар ғой. Бір уақыт рэп дамып кетеді, бір уақыт жаңағы джаз дамиды, өзі кезеңмен келетін дүние ғой. Сол уақытқа икемделіп шыққандарды біз әрине еліктеді деп қалыптасымыз. Олар мүмкін еліктемеген шығар, мүмкін сол трендке ілескісі келген шығар. Мүмкін тіпті жаңа біздің найтюандар ана бағытқа еліктегенмен қазақ тілін насихаттауға, я болмаса қазақтағы бір дүниелерді насихаттауға үлестерін қосты ма? Қосты. Олар да кезінде сынады, мысалы жаңа шашын бояды, сырға тақты бірдеңе деген сияқты. Сондықтан бұл жерде айтып отырмын ғой, эмоциядан біз кішкене алыстағанымыз дұрыс. Қайырлы күн, есімім Бақытжан, жастар өкілінен боламын. Ерлан Бауыржан жаңа айтып отырсыз ғой, енді Құдайға шүкір, қазір өзіміздің тобыл-торғай өмірінде өнерпаз жастар әсіресе өте көп. Ол ән болсын, би болсын, поэзияға жақын жандар, әзіл әлеміне жақын жандар. Бірақ өкінішке орай ол жандар әркім өзінің бетінше, өзінің ортасында дамып жатыр. Өкінішке орай барлығын бүйтіп бір сахнаға болмаса жарайды, бір ортаға ұйымдастыратын дүние өкінішке орай табылмай жүр. Сондықтан болар, жаңа өзіңіз айтып отпақшы, сіздердің бейресми кейбір іс-шараларыңызға қатысады. Сол жастардың барлығын басын біріктіріп, бір ресми түрде орта ұсынса, сондай бір болған ба? Өйткені жаңа өзіңіз айтып отырсыз, біреуі центрда өлең айтады, біреуі паркте өлең айтады, біреуі далада жүр деген секілді. Соның барлығын басын өнерпаздарын бір жерге қоссақ, бәлкім бұндай дүниелер азаяр ма еді. Сонда әйтеуір бәріміз бір жүйеге, бір заңға бағынып жұмыс жасаймыз ба деген ой. Көп рахмет. Рахмет, жақсы ұсыныс. Бірден айтайын, біз жаңағы өз бетінше жеке шығармашылықпен айналысып жүрген азаматтармен, шығармашылық ұжымдармен бірлесіп жұмыс істеуге ешқашан қарсы болған емес, біз қарсы болмаймыз да. Я, мүмкін біздің шамамыз жетпей қалуы мүмкін. Өйткені түсінікті ғой, біздің мәдениет ұйымдарының әрқайсының өзінің жеке бағыты бар. Әркім өзіне қатысты бағытына байланысты сол шығармашылық топтармен, адамдармен жұмыс істеп жатыр. Мысалға алып қарасаңыз, музейдегі түн шарасы өтеді, кітапханадағы түн шарасы өтеді. Сол шараларда музейдің қызметкерлерінен, я кітапхана қызметкерлерінен бөлек біз әртүрлі жаңа бағытта жүрген суретшілерді шақырамыз, жаңа қолөнершілер келеді, әншілер келеді, жеке орындаушылар келеді, жаңа шығармашылық бірлестіктер келеді. Біз әрқайсысына микрофон ұсынуға, алаң беруге әрқашандаймыз. Біздің ресми шараларымыз да бар, бірақ оларға жаңағы еркін шығармашылықта жүрген азаматтардың былайша айтқанда форматы келмеуі мүмкін. Сондықтан қай жерде біз олардың әлеуетін пайдалана аламыз, ол жерге біз міндетті түрде шақырамыз. Бірақ біздің осындай жобамыз бар еді, біздің осындай бір қызығып жүрген іс-шарамыз бар еді. Осыған өткізуге орын керек еді, осыған жаңағы бір қолдауыңыз керек еді, ақпараттық қолдау керек еді, я болмаса бір мүмкін қаржылық жоспарларға енгізу мәселесі керек еді деген ұсыныстар болса, біз оны талқылауға, қолдауға, бірге жұмыс жасауға әрқашан дайынбыз, әрқашан ашықпыз. Жаңа қонақтың қойып отқан сауал негізі тұрғыда алып қараған кезде, жастардың басын біріктіру әрине бұл өте маңызды, себебі қызығушылық ояту. Біреу жайдарман қызығатын болса, біреу жаңа футболға қызығады, ол жерде де өзінің белгілі бір ортасы қалыптасады, сол жерден оны дамытуға мүмкіндік бар. Бірақ дегенмен де қазір Қостанай қаласын алып қарайтын болсақ, расымен де жайдарман орындары бұған дейін, мысалы, ол да бір былайша айтқан кезде жастарды қозғаушы бір өте жақсы тамаша күш болып табылады. Яғни әзілге жақын жандарға импровизация тағысында қазір заман талабын сай, тіпті стендапты да жастар қолға алып әлеуметтік желі арқылы байқауға болады. Ең басты қойылатын сауал бұл жерде Ерлан Болатұлы, негізі мына қаражат жағы ғой. Расымен де алып қараған кезде жастардың идеясы бар, өзінің ой сана сезімі бар, тіпті телеарнаға келген кезде де өзінің белгілі бір жобасын ұсынар алдында оған міндетті түрде қаржылай көмек керек екенін де ескеру керек. Осы тұста жастардың көбін жаңағы айтып жатады, енді мемлекетке ренжісіп жатады, нағып үкімет істемейді, нағып ол жол жөндемейді, нағып менің айлығым аз деген сияқты сұрақ туындауына, бұл бұған дейін барған кезде есіктеріне я жабық болуын, я болмаса адамның шамалы өзінің бір ақыл ой сана сезімі аздау болуынан болды. Осы тұста жастарға қаржылай көмек жағынан көмек көрсету мүмкіндігі бар ма, әлде бұл белгілі бір жоспарға алдын ала құрылатын дүние ме, я болмаса кез келген жас өкілі сізге келіп, Ерлан Болатұлы, маған мынадай көмек керек еді, мүмкіндік бар ма, осындай жерден бізге мынадай бір ашып берсеңіз дейтін, енді қазір уақыттарға заман қиындап барады. Мен тұрмыстық деңгейде түсіндіріп көрейін. Мен әрине оны бюрократиялық кәдімгі шенеуніктің тілімен де түсіндіріп беремін, бірақ мына бағдарламаның форматына байланысты қарапайым тілмен түсіндірейін. Бұл сіз
отбасыңыз бар, иә, отбасыңыз бар, отбасыңыздың бюджеті бар, дұрыс па? Кірісіңізді білесіз, сәйкесінше шығысыңызды реттейсіз. Мысалға, жаңағы 100 мың айлық алам, келіншегім 80 мың алады, 180 мыңға есесіне мына осы маусым айында шығын қарастыруыңыз мүмкін. Солай ғой. Сол сияқты кез келген мемлекеттік органда бюджеті бар. Бізге мысалға жылына шартты түрде алғанда 4 миллиард теңге бөлінсе мәдениет саласына, оның 2 миллиарды біздің бүкіл ғимараттарымызды ұстауға, солардың шығындарына жұмсалады, миллиарды еңбек ақысы, мен шартты түрде айтып жатырмын. Қалған миллиард мысалға іс-шараларға дейік. Іс-шараларды біз 1 жыл бұрын жоспарлаймыз, қаржыландыру үшін. Бірақ кейбір іс-шаралар белгілі бір себептерге байланысты, былтырғы жылдар мысалы пандемияға байланысты өтпей қалды, тағы бір ұйымдастыру себептеріне байланысты өтпей қалу, я болмаса өткізген кезде қаражат қалуы мүмкін, үнемделуі мүмкін. Мемлекеттік тапсырыс жаңағы сатып алуды жүргізген кезде сол үнемделген қаражатты біз жылдың бойына бір жетіп жатса басқа іс-шараға жұмсауға мүмкіндігіміз бар. Ал қаржы үнемделмесе, биылғы жылы дәл бір аяқ астынан келіп осындай іс-шараға ақша керек еді десе, ол мүмкіндігі кішкене шектеулі. Демек, қысын қамын жаз ойлау керек қой, алдын ала ертерек, міндетті түрде, жоспарлы түрде келіп, бірақ дегенмен де бетін қақпайсыз, белім бос тұр ғой. Айтып отырмын ғой, біз шамамыз келгенше. Енді қазір айтып жатсыз, Ерлан Болатұлы, шынымен ел мәдениеті, я халық алдында жүрген өнер адамдарынан, мәдениет қайраткерлерінен көрініс табары сөзсіз. Біздің басты сұрағымыз қазіргі мәдениеттің жастарға берері не? Бұл жерде түсінетін нәрсе, қазіргі мәдениет, бұрынғы мәдениет деп тіпті бөлудің қажеті жоқ шығар. Өйткені мәдениеттің мәңгілік мұраты біз саналы, тәрбиелі, мәдениетті, өркениетті қоғам құруға, сондай адамдардың қатарын көбейтуге үлес қосуымыз керек. Әйтпесе жаңағы небір құқық бұзушылықта, заң бұзушылық, қылмыстың да түрі сол мәдениетсіздіктің кесірінен болады. Қазіргі айтып жатқан біздің қоғамымыздағы әртүрлі келеңсіздіктер, тіпті жаңағы тұрмыстық деңгейде келеңсіздіктердің бәрі сол мәдени санамыздың төмендігінен болуы мүмкін. Соны біз жоғарылатуға жұмыс жасауымыз керек. Ол жаңағы айтқандай тек қана әрине мемлекеттік органдар шама шарқынша соған жағдай жасау керек, бірақ ол әрқайсымызға байланысты, әрбір сахнаға шығатын адам, тіпті сахнаға шықпайтын адамға да байланысты. Өйткені сахнадағы дүние дұрыс көріну үшін оның артында жаңағы қаншама адамдар қызмет жасап жүреді ғой. Дыбыстағы отыратын адам, лед экранның жаңағы контентін жасайтын адам, бейнеролик жасайтын адам, оның барлығы үлкен ауқымды жұмыс. Сценарий жазатын адам деген сияқты. Соның бәрі бір толық ағза ретінде жұмыс жасауға тиісті бөлек. Дәурен Абаев пікіріне оралсақ, ол кісі жаңағы мәдениет басқармасы білген жоқпыз, біз ұйымдастырған жоқпыз дейді. Жоқ, өткен шараға байланысты. Түсіндім. Бұл жаңағындай келеңсіз жағдайлар болған кезде ақталатын менің кейбір әріптестерімнің қағидасы деп ойлаймын енді. Мен ешкімді ақтайын деп тұрған жоқпын. Сондықтан мына біздің бұл жерде тағы да бір түсіндіретін нәрсе бар. Көшелерде қазір соңғы уақытта бізде келетін эстрада жұлдыздарының концерттерінің афишасы ілініп тұрады. Кез келген жерде, тіпті мусор төгетін, жаңағы қоқыс төгетін жәшікке шейін жапсырып кететін кездер бар. Бірақ оны жапсыратын жаңағы концерт ұйымдастырушылар. Ана бірақ афишада тұрады жастар сарайы деп. Сондықтан бәрі ойлайды, мынаны жапсырып жатқан жастар сарайының қызметкерлері деп. Сондай енді сөзі жазып тұрған солай. Оны концерт ұйымдастырушылар жапсырады, солар таратады. Сондықтан біз ол жұмысқа араласпаймыз, араласа да алмаймыз. Өйткені бізде ондай міндет жоқ. Біздің концерттеріміз туралы афиша болатын болса, біз міндетті түрде келісімшартқа отырамыз да, жарнама ілуге болатын тақтайларға ғана жапсырамыз.
бұл жаңағы Ерлан Болатұлы, осы жерде сұрақ туындап отыр. Жаңа Дәурен Абаев айтты, енді бұны ұйымдастырған жоқпыз, білмейміз, тағысын тағы. Енді бұл жерде екі сауалда ұйымдастырушыларды жауапқа тарту керек пе, жоқ әлде сол сахна төрінде осылай бір өзінің бір ерсі қылықтарын көрсетіп, болмайтын бір дүниелерді сахнадан айтып, көк туды қолға байлап алып тағысын тағы айтқан дүниені әншілерді жауапқа тарту керек пе? Осындай да бір екі сауалды біз жаңағы әлеуметтік желіні қарап отырсақ, пікірлердің арасында көп көреміз да. Ұйымдастырушылардан да қате көп кетеді. Өзіңіз айтқанда жаңағы қоқысқа жабыстырып кету, я болмаса тіпті үйдің есігіне дейін біреулердің көлігіне жабыстырып кеткен уақыттарды да көріп жатамыз да. Осы тұрғыда мысалға мәдени ошақтарына келіп олар өз өнерін көрсетуге ынталы болады. Яғни Жастар сарайының жаңағы айтқандай халықта көрерменді шақыруға, концерт залын жалдау әбден ықтимал. Сол жерде өнер көрсеткен кезде белгілі бір келіссөздер жүргізіле ме? Осы тұрғыдан білсек, қаншалықты ұйымдастырушылармен сіздер байланыс орнатуға тырысасыздар? Келіссөздер, келісімшарттар болады. Бірақ ол келісімшарттардың талабы сол жаңағы іс-шара өтетін ғимараттың қолдануға байланысты ғана мәселелер қарастырылған. Одан бөлек қарастыруға тіпті мүмкіндігі де жоқ, оған ешқандай құқықтық негіз жоқ. Екіншіден, менің түсінігімде жаңағы бұл біздің заңнаманың осалдығын айтып отырмын ғой, әлі жетілдірілетін сұрақтар көп. Заңнамада ұйымдастырушылардың жауапкершілігі бөлек жазылу керек, орындаушының жауапкершілігі бөлек жазылу, оның бәрі олай жазылмаған. Біздің заңнамада жаңа айтып отырмын, шығармашылық ұжымдар мен солистерге байланысты ғана мәселе қарастырылған. Бұндай заңнаманы әзір жазбаймыз ғой, өйткені кеше ғана Дәурен Абай жаңа айтқанда өзіңіздің әріптестеріңіз кейбір олқылықтар болып жатады, сверхүйлес снизу деген сияқты осындайды бір әлеуметтік желіден көріп қалдық та. Дәурен Абаевтың осы жерде өзінің бір сәл басқаша бір сөздер айтуға болатын еді дейтін сын пікірді есі, яғни Алматыдағы жаңағы тауға байланысты төменгі жағында я болмаса үстіңгі жағында деген сияқты осы бір сауалдағы да халық дұрыс түсінбей жатыр да. Яғни қаншалықты қазіргі уақытта халықтың өзі агрессивті, жаңағы айтқандай бір керек емес бір ақпарат іздеуге тырысып сондайды бір іздеп тұруға тырысатын сияқты. Сіздің пікіріңізше қаншалықты дұрыс? Мен сізге айтайыншы, біз осы әңгімеміздің өзі былайша айтқан кезде, осы әңгімеге жеткізіп отқан жағдайдың өзі біздің қоғамдық санамыздың өкінішке қарай әлі төмендігін көрсетеді. Мен ешкімге жала жапқым келіп тұрған жоқ, бірақ жағдай шынымен солай. Біз неге кеше бір өткен, жаңа концертте өткен керемет орындалған шығарманы талқыламаймыз? Неге біз репертуарда, театрдың репертуарында пайда болған бір жаңа спектакльде, жаңа образды неге талқыламаймыз? Сіз қай кезде көрдіңіз? Әлеуметтік желіні ашып қараңызшы. Мысалға, бір керемет спектакль өтті дейік. Кеше Ахмет туралы спектакль болды, Алжир мысалға спектакль, сол спектакль өткен туралы бір тамсана пост жазып, соны айда талқылап бұрқыратып отқан сондай бір әлеуметтік желідегі жағдайды көрдіңіз бе? Сирек. Өте сирек. Фейсбуктан көреміз ондайды. Біз тек жаңағы әр нәрсенің көлеңкелі жағын қарауға өзіміз құмартып кеттік. Ана ғалымдардың бір жүргізген несі бар, зерттеу жұмысы бар кезінде. Мына неге жастардың арасындағы суицидке байланысты. Сонда қылмысқа байланысты қараған кезде принцип разбитого окна дейді, сынған терезе принципі дейді. Ана бір елде жүргізгенде, зерттеу жүргізген кезде бір жағдай туралы қайта-қайта жаза бергеннен кейін сол қылмыс көбейе берген. Бір уақыт сол туралы мүлдем жазғызбай қойған кезде ол қылмыс азайып кеткен. Түсіндіңіз бе? Біз өзіміз сол нәрсені қозғау арқылы, жаңа клиптік ойлау дегенім де сол. Өзіміз қайта-қайта тек жақсы жаман жағын айта берсек, біз соған тіреле береміз, соның айналасынан шықпаймыз. Кеше ана блогерлердің біреуіне оқып өзім күліп алдым, ішінде арасында шындық айтатындар да бар екен ғой. Біреу айтады, бір тақырып тарылып қалған сияқты ма дейді. Қазір енді келесі кезек бойынша келетін болса, ертең Қыдырәлі туралы жаңалық шығу керек, арғы күні Байзақова туралы жаңалық шығу керек дейді мысалы. Біз сол бір 2-3 тақырыптың айналасында кеше орамалды қайта бастады, енді Қыдырәлі, енді Байзақова дейді. Сол сияқты біз өзіміз сол бір ұсақ түйек дүниелердің айналасында тұрып қалғанбыз. Демек көз жұмып өтіп кету керек. Біз кішкене одан жоғарыға шығып, бір жаңадан шыққан жаңа кітапты, я болмаса жаңадан түскен фильмнің бір идеологиялық мазмұнын талқылауға
дайын емеспіз. Кеше кімнің Ақан Сатаевтың жаңа Алтын Орда туралы киносы шықты. Керемет мықты фильм. Бірақ соны отырып алып талқылаған, я болмаса кинотеатрды толтырып қараған көрермен бізде болды ма? Жоқ. Жоқтың осы. Біздің көрерменнің талғам деңгейі түсіп бара жатыр. Біз оны да түсінуіміз керек. Неге біз жаңағы тек қана жаман жағын көреді да, жақсы жағын кішкене. Біз соған өзіміз құмартып кеттік. Сондықтан әлеуметтік желідегі былайша айтқан кезде картина, сол жердегі талқыланып жатқан дүние, ол біздің қоғамның шындығы деп қабылдауға болмайды. Біздің қоғамда одан да жақсы, одан да пайдалы дүниелер көп. Біз соған қарай ұмтылуымыз керек деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де көз жұмып өтіп кеткен де дұрыс емес ол негізі. Айтылу керек сияқты. Менің айтып отқан бүкіл өміріміз сондай деген пікір қалыптаспау керек. Ол біздің жаңағы бүкіл ақпараттық кеңістікті алатын болсақ, жаңағы жаман дүниелер оның бір 5% ма, мүмкін 3% ғана шығар. Одан бөлек жаңағы 90%, 91% мысалға жақсы дүние болуы мүмкін. Бірақ біз оған қарамаймыз. Біз анау жаңағы неге қарай береміз. Қара нүкте тұрса, сол қара нүктені қарай береміз. Жақсы, Ерлан Болатұлы, Бағдат Абдуллаұлы, сіздер де халықтың алдында ұтымды сөз сөйлеп, жас ұрпақ тәрбиесіне үлес қосып жүрген азаматтардың бірісіздер. Сондықтан келесі қояр сұрағым орынды деп ойлаймын. Өнерге аяқ басып, жаңағы халық алдында енді шығып жатқан жас өнерпаздарымызға, театр әртістеріне, журналистер қауымына ақыл кеңестеріңіз қандай? Менің соңғы сұрағым. Мен енді ақыл кеңес беретіндей мемлекеттік қызметте жүрген адам ретінде осы салада жүрген тәжірибемен байланысты ғана айта аламын. Әйтпесе мен өнердің өзінің ішінде жүрген музыкант емеспін, театрдың әртісі емеспін. Сондықтан бірден анықтап алатын нәрсе. Менің түсінігімде біздің қоғамымызда, біздің жағдайымызда ешқашан өзіңнің ішкі әлеуетіңді, шығармашылық мүмкіндіктеріңді шектемей, соны шығарудың жолын іздеуіміз керек. Соны іздеген адамға мүмкіндік бар, мұратқа жетуге жағдай бар. Тек содан талмай, тынбай еңбек ету керек. Жақсы нәрсені таратуға ұмтылуымыз керек. Жақсы дүниені насихаттауға ұмтылуымыз керек. Сол арқылы өзіңе лайықты көрермен жинауың керек. Үйренуден талмау керек. Бір не бар, тәмсіл бар. Орысшасын айтайын, сөз қазақша мағынасын түсіндірем. Не бойся совершенствоваться, ты все равно ее не достигнешь дейді. Біз өзімізді жетілдіруден ешқашан қорықпауымыз керек. Өйткені оның шет-шегі жоқ. Көп рахмет. Абай атамыз айтты, өнерге әркім бар таласа, расымен де өнерге кез келген адам келіп бақталасып кетуге, я болмаса өзінің ой пікірін өнердің ортаға сарп етуге мүмкіндігі бар. Бірақ дегенмен де сол өнер сапалы болса дейміз, сахна мәдениетін ұмытпаса, сол сахнаға шығатын өнерпаздар расымен де көтеретін де түсіретін де халық екенін естен шығармаған абзал деп ойлаймыз. Бірақ жаңа Олболсын ханым айтып отыр, ақыл кеңес деп енді ақыл кеңес беретін жасқа жеткен жоқпыз. Бірақ дегенмен де болар бала 15-інде баспын дейді, болмашы 30-ында жаспын дейтін қағидадан пайдалана отырып өзіміздің замандастарымызға айтарымыз, өнер сапалы, жоғары болсын десек, тек қана өзіміздің еліміздің мүддесін қызмет етуге, сахнада жақсы өзіміздің көркем мінезімізді көрсетуге әрқашанда атсалысайық. Ал дәл осындай өнерге атсалысамын дейтін азаматтарға қолдау міндетті түрде болады деген сенімдеміз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Қостанай облысы РСК YouTube каналындағы шығарылымдарымызды қараңыз. Сау, саламатта болыңыздар.